Ал Қызылорда облысында іскер тұрғын жерлестеріне ақша үшін жер телімдерін алуға көмектесемін деп уәде беріп алдап кеткен. Қазан айының басында Қызылорда облысы Шиелі аудандық полиция бөліміне бірден 12 жергілікті тұрғын хабарласты. Оларға бір ер адам қала ішінде жер учаскесін сатып алуға көмектесуге уәде беріп алдап кеткен. Ауыл тұрғындары алаяққа 4 миллион теңгеден астам қаржы берген. Бірақ жерде жоқ, ақшада жоқ болып шыққан. Шыдамы таусылған азаматтар полицияға жүгінді. Тергеу барысында күдіктінің бірнеше алаяқтық жасағаны белгілі болды. Шиелі ауданы полиция бөлім қызметкерлерімен аудан көлемінде әртүрлі көлемде жер телімдерін алып беремін деп, аудан тұрғындарының сеніміне кіріп, сеніміне қиянат жасау арқылы 2019 жылдан бастап ағымдағы жылға дейін алаяқтық жолмен табыс тауып келген Шиелі ауданының тұрғыны Н есімді азамат анықталды. Қазіргі таңда Н есімді азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 3-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Осы жылдың 10 айында Қызылорда облысында 770 алаяқтық фактісі тіркелді.